Неге дәрігерлер Қазақстаннан шетелге жұмыстауға кетіп жатыр? Университет бітірген көп жас мамандар шетелге кетіп сонда жұмыс жасауды армандайды, немесе кейбіреулері кетіп те жатады. Неге екенін қазір бірге анықтап көрейік. Бірінші себеп біздің елдегі жалақының төмендігі екен. Еуропа елдерінде дәрігерлер қоғамның қаймағы болып, бізден 3-5 есе артық жалақы алады. Ал 10 жылдап білім мен тәжірибе жинаған дәрігерлер өз еңбектерінің орындақталғанын қалайды. Екінші себеп ол жұмыс шарттарының ауырлығы. Бір ауысымда ел науқасқа дейін қабылдау, 12 сағаттық жұмыс, кәсіби выгорание, медициналық заттардың ескіру секілді сәттерде дәрігерлердің өмірін қиындатып жатады. Үшінші себеп ол әлемдік ғылымнан алыс болу. Қазір медицина ғылымы жылдам дамып жатыр, ал әлемдік деңгейдегі мықты конференциялар, ғылыми медициналық жиындар, зерттеулердің көбі тек шетелде. Соответственно, шетелде жұмыс жасайтын дәрігерлер жаңалықтарды бірінші болып естиді. Саған сұрақ: егер шетелде жұмыс жасау мүмкіндігі болса, барар ма едің? Және дәрігерлер өзіміздің елде қалып, өз медицинамызды дамытулары үшін не істеу керек? Бұл медицинаның 5-ші